Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы туралы ел арасында ертеден белгілі, бірақ қалай және қандай ауруларға дауа бола алады, осы жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал сіздер менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар және видеоның соңына дейін қараңыздар. Бұл өте пайдалы болмақ. Ал ендеше кеттік. Бүгінде ғалымдар ешкі сүтінің емдік және ауруларының алдын алуда, әсіресе анемияда, тағамдық аллергияда, туберкулезде, асқазан, ішек-қарын жолдарының ауруларында, диабетте, диатезде, ағзаның қорғаныс қызметін арттыруда, ағзадан ауыр металдардың тұздары мен радионуклидтерді шығаруда және көздің нашар көруінде пайдалы деген қорытынды жасады. Сондай-ақ ешкі сүтінде кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, А, В1, С және Д дәрумендері, аскорбин қышқылы бар. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде В12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп. Ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Сиыр сүтіндегі темірге қарағанда ешкі сүтінің темірі жақсы сіңеді. Бұл анемияның алдын алуда аса маңызды деп отыр мамандар. Сондай-ақ олар балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жарамды келетінін зерттеді. Әрине, бала үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ, бірақ жасанды немесе аралас қоректендіруде ешкі сүті ана сүтін алмастыру үшін лайықты және 6 айдан асқан балалар үшін қосымша қорек ретінде пайдалануға болады. Швейцарияның таулы шипажайларында туберкулез, анемия мен рахит ауруына шалдыққандарды әу бастан-ақ ешкі сүтімен емдеген. ақш мамандарының пікірінше, ешкі сүті сиыр сүтіне қарағанда адамның физиологиялық қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырады. Олардың деректеріне сай, сиыр сүтіне аллергиясы бар адамдардың көпшілігі ешкі сүтін жеңіл көтереді. Бұл пікірді итальяндық медицина қызметкерлері жоққа шығаруда. Олардың зерттеулері керісінше нәтиже берген. Сиыр сүтін көтере алмайтын балалар ешкі сүтінде бірдей әсермен қабылдаған. Канадалық дәрігерлердің айтуынша, ешкі сүті тері мен буын ауруына шалдыққан адамдардың денсаулығына жақсы әсер етеді. Әрі өт, тас ауруларын емдеуде, фибромиома мен балалар эпилепсиясын емдеуде аса пайдалы. Авиценна жерлестеріне кәрі жасқа жеткенде ешкі сүтін ұдайы пайдалануды ұсынған. Әл-Фараби ешкі сүті туралы ең тұрақты деп жазған. Емдік қасиеттерін күшейту үшін оны түрлі қоспалармен, көз бұршағының бұлыңғыр тартуына қарсы, күнжітпен, іш өтуге қарсы теңіз тастарымен, арпа жармасымен қайнатқан. Демек, ауырмаймыз десек, ешкі сүтін тамақ рационымызға міндетті түрде енгізіп қойымыз қажет. Ал сіздер ешкі сүтін пайдаланасыздар ма? Комментарийге қалдырып кетіңіздер. Видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ем болсын.